Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданы Ақсай қаласының нөмір 7 жалпы орта білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Жұбангалиева Гаухар, жетекші Каймудинова Равза Гареевна. Менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық жоба байқауы. Номинациясы Қазақстанның 100 жаңа есімі. Тақырыбы ұлы ұстаз өнегесі. Жобаның зерттеудің өзектілігі, қоғамға танымал өмір жолын ұстаздықпен байланыстырған, еңбек жолы мен жетістігін саралай келе 100 жаңа есім жобасына жаңғыруды Маманова Алима Кабеновна туралы бастағым келіп отыр. Жобаның зерттеудің мақсаты патриоттық рухы жоғары, ел дамуына зор үлес қосқан азаматтардың өздері мен олардың табысқа жету жолдарына үлгі ету. Жоспар: кіріспе, ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет. Негізгі бөлім: Маманова Алима Кабеновна 1961 жылы 1 қарашада Батыс Қазақстан облысының Жалпақтал ауданы Ақпатер ауылында дүниеге келген. Ол 1987 жылы Орал қаласындағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы педагогикалық институтының жаратылыстану факультетін биология география пәні мұғалімі болып, Бөрлі ауданындағы Қызылтал 8 жылдық мектебінде биология, география және химия пәні мұғалімі болып еңбек жолдарын жасаған. 1993-96 жылдары тәрбиесінің меңгерушісі, 96-98 жылдары оқу ісі меңгерушісі болып жұмыс жасады. 2005-2021 жылдары директордың қызметін атқарған. 2005-2021 жылдары директордың ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс жасады. 2021 жылы 8 қарашадан бастап зейнет демалысына шықты. Қызылтал орта мектебіндегі басшылық қызметінде қызметін атқарған кездерде балаларға білім беріп қана қоймай, оларға тәрбие беру, өмірге икемдеу және адалдыққа баулу туралы Алима Кабеновнаның қасиеттерінің бірі еді. Алима Кабеновна 2013, 2014, 2015 жылдары ұбт-ға өткізуді министрлік өкілі ретінде ұлттық тестілеу орталығының алғыс хатымен марапатталды. 2005 жылы Республикалық Асар партиясының ұйымдастыруымен өткен байқауда ауылдық үздік мұғалімі аталымына ие болды. Бұл ер тұлғалары Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының энциклопедик беттерінен. Бұның арасына біздің Маманова Алима Кабеновна 2005 жылы түскен болатын. Бұл яғни Қазақстан Республикасының ағарту министрлігінің және Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің грамотасымен марапатталғандар. Бұл жерде Алима Кабеновнаның оқушыларының жетістіктері, оның ішінде республикалық және аудандық, облыстық жүлдегер иелері бар. Бұл жерде Алима Кабеновнаның жұмыс жасап жатқан жеріндегі суреттері. Бұл жерде ана пікірі мен оқушының пікірі. Оқушылардың шығармасы. Осы жобамды қорытындылай келе, барлық байлық еңбекпен келеді. Еңбек қана адамның жанын жарастыққа бөлеп бақытты етеді. Адамның атын да, атағын да шығаратын еңбек. Осы секілді еңбек қана адамның жанын жарастыққа бөлеп бақытты еткізетін ардагер ұстаздарымызда қажырлы еңбегі абырой мен атаққа бөлеп отыр. Осы жобаны қорытындылай келе, менің айтатын ұсынысым аудандық ер тұлғалары жинақ кітабын жаңғыртып, аттарының осы кітапқа енгізу, өлкетану сабағында мектепке еңбегі сіңген ардагерлер туралы материалдарды жинақтау және оқушыларға сізге Алима Кабеновна туралы бір-екі сұрақ қойсам. Ең бірінші сұрағым: Алима Кабеновнамен қай уақыттан бері бірге жұмыс жасадыңыз? Алима Кабеновнамен 2007 жылдан бері осы мектепке жұмысқа орналасқаннан бері жұмыс жасадым. Келесі сұрағым: Алима Кабеновнаның қандай қасиеттері сізге ұнайды? Алима Кабеновна деген ол еңбекқор, табанды істеген ісін басынан аяғына дейін аяқтайтын, шыншыл, адал, әділ адам деп еді ғой. Сондай қасиеттер маған